Еді. Бұл ауылдың тегін келіп бас телі, бейшосында мұң бұралған аш белі. Бұл ауылдың торғай еді Мәскеуі, сол торғайдың дүкен еді Тәшкені. Ән салсана уылдейтін сәбиде, бұндай ауыл жоқ деуші едік фәниде. Жұмысынан қайтқан жанмен ілесіп, бір ғажайып күйенетін әреге. Еді. Сол күйменен әрбір үйде шам жарып, ауыл үсті боп кететін жап-жарық. Кешке таман театрға ұқсайтын өскен ауыл егін мал бағып. Әсем әнмен тәтті күйге арбалып, келген қонақ кеудесінде шам жағып, ақ қанатын арманының кеңгеріп, ақын елге аттанатын таңғалып. Уақиғалар көп болатын керемет, нық сөйлейтін ақсақалдар шегелеп, әнбе сөзбе күйме әлде өлеңге, осы ауылдан табылатын не керек. Лапылдатып сөздің отын жандырып, тыңдаушысын отыратын таңғылып, Әбілқай мен Ахмет хан қайнекей қырғауылға көшіп кеткен мәңгілік. Көшіп кетті, көшіп жатыр әл ауыл, жүрегіңе тиен екен бәр ауыр. Бүгін жылап қайнайтұғын болыпты, кеше күліп сайрайтұғын самауыл. Бір кездері барлық елге ұнаған, шилі жатыр үй астында құлаған. Қайнекейдің атындағы мектептің қамын ойлар табылар ма бір адам. Жерінерін сүйміші еді төңірек, ойлаушы едім қазақтың бір төрі деп. Көңілімді күдік өртеп барады, қырдағы ауыл ойдағыдан көбірек. Бұл ауылда бәрі бас деді, кей тұлпардан озушы едім мәстегі. Ең жаман дегенінің өзі де, қазіргінің жаманынан жақсы еді. Еді. Ең жаман дегенінің өзі де, қазіргінің жаманынан жақсы еді. Сөзі Серікбай Оспанов, әні Абзал Алпыс орындаған Абзал.